Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен тағы бір ақпаратты бөліскім келіп отыр. Бұл ақпаратты біраз мұғалім білуі де мүмкін. Егер білмей, енді бірінші рет бұл туралы біліп жатсаңыздар, осы видеоны көру арқылы сіздер бұл жұмысты жасай аласыздар. Бүгін біз PDF-ті Word-қа қалай айналдыру керек екенін білетін боламыз. Ол үшін сіздер телефон арқылы немесе компьютер, ноутбук арқылы да жасай аласыздар бұл жұмысты. Google-ға немесе Chrome-ға кіріп, кәдімгі қазақша әріппен PDF Word деп жазасыздар. Сіздерде осындай болып шығады. Енді сіздер бұның бірінші тұрғанын таңдайсыздар. Бұл Американың программасы I Love PDF деген. Осыны таңдап басасыздар. Сіздерге осындай бет ашылады. Енді ортада тұрған үлкен қызыл болып Выбрать PDF файл дейді. Сіз жаңағы Word-қа айналдыру керек болған PDF файлыңызды таңдайсыз. Ол үшін осы қызыл батырманы басып кіресіз. Және астында тұрған документіға кіріп, өзіңізге жаңағы қажетті файлды таңдайсыз. Міне, менде мынау PDF құжатым тұр. Осыны Word-қа айналдыруым керек. Осыны үстін басып таңдайсыз. Енді мына PDF-ті сіз Word-қа айналдыру үшін мына төменде тұрған қызыл преобразовать в Word деген қызыл жазу тұр. Осының үстін басасыз. Міне PDF Word-қа айналып жатыр. Дайын. Скачать етіп ал деп тұр. Енді осы қызылдың үстін басасыздар. Міне. Маған жүктелді. Көпте уақыттарыңыз кетпейді. 1 секундтың ішінде сізге, ұзағымен 2 минутта, сізге PDF құжатыңызды осылай Word-қа айналдырып береді. Тез әрі оңай. Осыны қолданып жасап көрсеңіздер болады. Кей мұғалімдер бір құжаттарды жіберіп жатқан кезде менде бұндай программа ашпайды, PDF ашпайды, Word түрінде жіберіңіз деп жатады. Олай қиналмайсыздар. Егер сізде ашпай жатса, сол PDF-ті осылай Google-ға кіріп, Word-қа айналдырып, ашып қолдана берсеңіздер болады. Бұл өте тиімді әрі оңай. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.